Сәлем қыздар, бүгін сіздерге фисташковый рулетні жасау жолын көрсетемін. Бұл рецепт бойынша өзім тапсырыстарға дайындаймын. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Миксердің ыдысына бөлме температурасында тұрған жұмыртқаның ағын, қант, лимонная кислота салып, ең жоғарғы жылдамдықта 10-15 минуттай миксерлейміз. Егер де сізде қол миксері болса, 15 минуттай миксерлейсіздер. Дәл осындай плотный болғанша миксерлейсіздер. Ыдыстарыңызды төңкеріп көрген кезінде ағып кетпейтіндей болу керек. Енді осының үстіне фисташковый мукамызды саламыз да жақсылап араластырамыз. Бір келкі болып араласқаннан кейін тоқтатасыздар, көп араластырмайсыздар. Егер де көп араластыратын болсаңыздар, белоктарыңыз сұйықтанып кетеді. Енді осыны кондитерский мешокқа салып, бір келкі етіп формамыздың ішіне жайып шығамыз. Форманың үстіне пергамент қағазын төседім. Пергамент қағазының үстін жұқа етіп сарымаймен майлап шықтым. Сарымаймен міндетті түрде майлап шығуыңыз керек, әйтпесе қағазға фисташка корждарыңыз жабысып қалады, алуы қиын болады. Сондықтан міндетті түрде жұқа етіп сарымаймен майлап шығыңыздар. Енді осыны 150 градуста 30 минут пісіріп алам. Менде смик пеші. Сіздер өздеріңіздің пештеріңіздің ыңғайына қарап пісіріңіздер. 150-160 градуста 30-40 минуттың арасында пісіру керек. Бөлме температурасында суығаннан кейін оны аударып аламыз. Аударып алғаннан кейін толық суытамыз. Астыңғы жағы да толық суы керек. Одан кейін барып кремін дайындап, крем жағамыз. Кремді бастардан алдын миксердің ыдысын 5 минутқа морозильникке салып, салқындатып аламын. Одан кейін үстінен творожный сыр, қант ұнтағын салып, 20-30 секундтай ғана миксерлеп жіберемін. Одан кейін үстінен салқын сливкемізді құйып, 30-40 секундтай миксерлеп жібересіздер. Осындай плотный крем болу керек. Одан кейін суыған коржымыздың үстіне жұқа етіп жағып шығамыз. Және де қыздар айта кетейін, қантты көп салмайсыздар, өйткені корждың өзі өте дәмді, тәтті болғандықтан қантты көп салудың қажеті жоқ кремге. Осынша крем алып қаламыз, бұл кейін рулеттің үстіне керек болады. Енді үстіне қалаған жеміс жидектеріңізді салып, әдемілеп, әсемдеп шығасыздар. Көп жеміс жидек салған сайын өте дәмді болып шығады. Енді дәл осы видеодағыдай етіп, рулетімізді орап шығамыз. Үстіне қалған кремімізді жағып, жеміс жидектерімізбен сәндеп, 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Одан кейін барып кесіп, столға қойсаңыздар болады.